Қалайсыңдар бауырларым? Жарық мәселесі кішкене дұрыс болмай тұр. Бақытты болу үшін адамға не қажет? Әркімге әртүрлі зат қажет. Біреуге денсаулық керек, біреуге дүние мүлік, мал, біреуге қызметінде өсу керек болып тұр. Әркімнің жағдайына байланысты әртүрлі заттар қажет. Бақытты болуға. Бірақ өмірде шексіз бақытты болу мүмкін емес негізі. Ойланып қарасақ, уақытша болғаннан кейін, барлығы таусылатын, бітетін дүние болғаннан кейін, шексіз емес та, бұл жалған. Сондықтан сенің бақытыңда уақытша болып қалады. Ал менің жеке пікірімде тұрақты нәрсе бақыт деп ойлаймын. Тұрақты заттар, таусылмайтын заттар. Ал бұл жалғанда адамға негізінен ең керегі адам керек. Адамға адам керек. Достоевский «Идиот» романында айтады, өзімен сөйлескенде, күллі мәселеде кез келген бір адаммен болсын, өзімен сөйлескім келеді онымен, дейді. Бұл сөздерден не түсіндіңіз? Және мынадай бір айтылатын мәселе бар. Адам атамыз жәннатта өмір сүріп жүрген уақытында бірдеңе жетіспейді екен жанына. Барлығы бар ғой жәннатта. Не ішем, не жейм демейді, барлығы дайын келіп тұр. Бірақ сонда жанына бірдеңе жетіспей тұрады да. Бірақ не жетіспей жүргенін өзі білмейді. Сол кезде Алла тағала қабырғасынан Хауа анамызды жаратады. Содан кейін адам атамыз түсінген екен Хауа анамыздың жетіспей жүргендігін. Сол сияқты бауырларым, адамға адам керек, жанын ұғатын, рухтас, адам керек сондай.